Құрметті оқырмандар, кітап фестивалі күніне орай ұйымдастырылып отырған кітап шебер ұстаз тілсіз мұғалім тақырыбындағы әңгімені назарларыңызға ұсынамын. Кітап адам өмірінің таусылмас қазынасы, дүниенің айнасы, ғылым білімнің көзі, өнер мен тәрбие туралы өмір күресінің ең мықты қаруы болатын ақылшы досың. Кітап адам баласының ақыл ойынан туған рухани байлықты сақтап қалатын, оны ұрпақтан ұрпаққа жеткізіп отыратын құрал. Кітап арабтың сөзі, ол қазақша жазу жазба деген мағынаны білдіреді. Кітап көп ақылдың құйылған көлі, ол ортақ мүлік, халық қазынасы, сарқылмас білім бұлағы. Ата-бабаларымыз күш білімде, білім кітапта. Кітап ғажап дос деп бекер айтпаған. Кітап шебер ұстаз, тілсіз мұғалім. Кітап ақыл, пейіл, асыл дос. Барлық білімді кітаптан аламыз. Кітап бізді қайырымдылыққа, адалдыққа, әділдікке үйретеді. Кітап дегеніміз алдыңғы ұрпақтың артқы ұрпаққа қалдыратын рухани өсиеті. Кітап оқудан тыйылсақ, ойлаудан да тыйылар едік деген еді Ғабит Мүсірепов. Артық ғылым кітапта, ерінбей оқып көруге деп, Абай атамыз айтқандай, білімнің қайнар бұлағы кітап. Сондықтан да мұны адамзаттың баға жетпес құндылығы деп білеміз.